отырыста елбасы бір ғана сөзбен келтіріп айтқан болатын: Қазақстанның болашағы қазақтың тілінде деп. Неге десеңіздер, елдің қазақтың тілі мемлекеттік тіл. Мемлекеттік тіл бүкіл елді, халықты ұйыстырушы фактор ретінде біріншіден, екіншіден Қазақстанда тұратын әрбір азаматтардың қоғамдық, саяси өмірге тікелей атсалысуға мүмкіндік туғызатын екіншіден. Олай болатын болса, осыны тілге жанашыр азаматтардың бәрі атсалысып, бүгін іс-шарамызға келіп отыр. 1000 бала деп арнайы атадық. Осындай 10 шақты үлкен жоба. Эссе жаза алатын балалар, тілдің терең мағынасын түсіне алатын балалар, озық шыққан азаматтар бүгін орындарыңызға келіп отыр. Қазақстан Халқы Ассамблеясының үлкен мынау проектісінің сәттілігі өткені деп есептейміз. Өйткені бұл кісілер проект бастағанда 1000 бала деп есептепті. Жаңа Ерекең айтып кетті ғой, 200-ден астам бала осы проектқа қатысып, міне 40 мыңнан астам бала бүгін осы біздің мемлекет тілімізді меңгеріп кетті деп отыр. Ол үлкен бір жетістік деп ойлаймыз. Бұл не дегеніміз? Бұл қазақтың тәуелсіз мемлекеті барлығы, тәуелсіз мемлекетті бүкіл жаһанды мемлекеттердің білетіндігі, қазақ деген халықтың бар екендігін білдіреді. Сондықтан әрқашанда осы тәуелсіздігіміз баянды болсын, еліміз, жұртымыз аман болсын, елбасы аман болсын. Әрқашанда елбасымен бірге үлкен шыңдарға жетеміз деп ойлаймыз. Алға Қазақстан, құтты болсын мерекелеріңіз. Біз сіздерді сахнадан шығарып саламыз. Казахстан, гостеприимный, дружбы стран.